Аққұштап Бақтыгереева. Анама хат. Анама бірінші хат. Өзіңді анам өмірде ренжіткен жерім көп. Әжем келін дегенге мен де жүрдім келін деп. Кейде шексіз еркемін, сөзін естіп атаның құрдасындай мен сенің атыңды да атадым. Қандай ыстық сезімің, мен бір көңіл бөлмедім. Мол екен-ау төзімің, сонда да жек көрмедің. Ене сырын ұғып шын, өр көңілін қия алмай, 12 жыл жүріпсің, өз қызыңды сүйе алмай. Ескертуді білмеген, тентектігім көп дейтін, таяқ жедім бір сенен, мәңгі есімнен кетпейтін. Ұрдың мені амал жоқ, қателік боп ісімде, ұрдың мені анам деп айтпағаным үшін де. Батсадағы тым жаныма, неге ұрасың дермедім, қайталашы тағы да, қайтпай жүрсе еңбегің. Ес білгелі сөзің жоқ, айналудан жаңылған, бірақ менің кезім көп, қаталдықты сағынған. Бойға шаттық дарыған, білмен қапалануды, осы күні сағынам сенің шапалағыңды. Зулай берсін ай апта, тек еске алып өтем ғой, сенен жеген таяқта тәтті болады екен ғой. Анама екінші хат. Қалмадым бірге жаныңда, болмадым сенің ермегің. Шаршап бір жүрген шағыңда, дайындап сусын бермедім. Ауырып көп түн қиналдың, қасыңда тағы болмадым. Алыстан қатты сыйладым, алыстан хаттар жолдадым. Сен үшін білем тым ауыр, көп көштің кеттім ішінде. Мен үшін аз ғой бір ауыл, сөкпеші мені түсінде. Өмірім сенен мүлде өзге, жолдарды тану көп керек. Қинама мені бұл кезде, қинама алыс кетпе деп. Биіктік болса қаларым, төменді маған ұсынба. Құстар да балапандарын баулайды биік ұшуға.